сіздерге ақыл кеңесім болсын, осындай телевизор ешқашан алмаңыздар. 150 мыңға ма ала қойып едік біз бұны осыдан бірнеше жыл бұрын. Алған сәтте ұнамаған маған. Айтайын ба, сағаты өмірі дұрыс болмай қала береді, бұрынғы жылмен кетіп қала береді. Сосын бүйтіп ютубқа кірсең, өйстіп повторите деп шыға береді. Сет бәрі қосылып тұр, Wi-Fi қосылып тұр. Сосын настройкаға кіріп, бұның уақытын өзгертіп сөйтсең ғана кіретші. Уақытын постоянно өзгертіп отыру керексің. Білмеймін. Сосын пультыда бір түрлі, алыстан, жақыннан да бүйтіп кейде ұстамай қалатшы. Жаңға тиіп, сағатын өзгертіп отырасың. Өте қатты жаңға тиеді осы телевизор мені. Мысалы, уақытын өзгерткеннен кейін бірақ кіреді. Қатты қуат, өзімен өзі шығып кетеді. Мысалы, көріп отырасың ғой, ютубты қосып көріп отырасың, өзімен өзі өшіп қалады, немесе шығып кетеді. Өте қатты қуатын телевизор. Сіздерге советім болсын, кеңесім болсын. Бұндай телевизор мынандай брендімен алмаңыздар ешқашан. Ешқашан алмаңыздар. Лучше Samsung, LG өзіміз білетін. Сондай брендтерден ала беріңіздер. Біз енді өзіміздің қалтамыздағы ақшамызға қарап, осындай телевизор ала салғанымыз ғой, 150 мың теңгеге. Сапасы өте нашар. Пультты да бетіп, жынымыз шығып, бит, бірақ не істейді, ұстайды, ұстамайды. Пультты қағып бір ұрып аласың. Өте нашар телевизор. Болашақта басқа телевизорға. Сосын громкості қатты көтерсең, уже көтере алмайды телевизор, бір жылдап бірдеңе болып кетеді. Таңертең өзімнің шаруаларымды бітіру үшін өйстіп телевизор қосып кетемін. Алдан бірдеңе болса көре тұрады.